Сәлеметсіздерме? Бұл видео тұрғын үй сертификаттарына өтініш беру туралы. Ол үшін алдымен сіздер кезекте.kz сайтына кіріп, жеке кабинетіңіздегі аманат сервисін таңдайсыз. Кейін өтінішті онлайн беру батырмасын басасыз. Өзіңізге деп таңдайсыз. Деректер жүктелгеннен кейін келесі бетке өтесіз. Жеке деректеріңіз дұрыстығын көргеннен кейін келесі бетке өтесіз. Мұнда тұрғын үй сертификатының түрін таңдайсыз. Сіз өтінішті беріп жатқан басқарма атын таңдау керек. Алдымен таңдау батырмасын басасыз, кейін іздеу. Бұл бетте деректерді өзгерту қажеті жоқ. Келесі бетке өтеміз. Келесі бетте өзіңізбен тұрақты тұратын отбасы мүшелерін көрсетесіз. ЖСН номерін сізге кім болып келеді және мүгедектігі бар бала болатын болса, я немесе жоқ деп көрсетесіз. Санатыңызды таңдайсыз. Барлығы жүктелгеннен кейін келесі бетке өтесіз. Мұнда жұмыс орныңызды көрсетесіз. Жұмыс орныңыздың БСН және лауазымыңызды жазасыз. Барлық қажетті құжаттарды PDF форматта тіркеу қажет. Сұратылып жатқан сертификат сомасын жазасыз. Және өтінішіңіз барлығы дұрыс болатын болса, ЭЦХ-мен қол қойып жібересіз.